Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ішкі ағзалар, яғни ас қорыту, тыныс алу, зәр шығару және жыныс жүйелері. Адамның ас қорыту жүйесі өте күрделі. Ас қорыту жүйесінің құрылымына тік ішек, тоқ ішек, аш ішек, мұқын ішек, ұйқы безі, асқазан немесе қарын деп те атаймыз, бауыр, сонымен қатар өңеш, жұтқыншақ, ауыз қуысы және сілекей бездерінен тұрады. Ас қорыту бөлімінің алғашқы мүшесі ауыз қуысы. Ол жоғарыдан таңдай, төменнен тіл асты және жағасты еттерінен, бүйірінен ұрт, алдынан ерін, артынан жұтқыншаққа жалғасады. Жұтқыншақ тесігі жұмсақ таңдай және тіл түбімен шектелген. Ауыз қуысы негізгі екі бөлімнен тұрады: кіреберіс және негізгі ауыз қуысы. Кіреберісте тіс, қызыл иек, ерін, ұрт еттері орналасқан. Ерін сыртынан тері, ішкі беті кілегейлі қабықпен қапталған. Қызыл бөлігі қан тамырларының болуына байланысты. Ұрт сыртынан тері, ішкі беті кілегейлі қабықпен қапталған. Арасында ұрт бұлшықеттері кездеседі. Таңдай екі бөліктен тұрады. Алдыңғы бөлігі қатты таңдай, артқы бөлігі жұмсақ таңдай. Қатты таңдай таңдай сүйегінен тұрады. Онда тамақты жылжытуға көмектесетін қатпарлар орналасқан. Артқы бөлігі жұмсақ таңдай. Ол негізгі таңдай бұлшықетінен тұрады. Жұтынған кезде жұмсақ таңдай көтеріліп, тамақтың мұрын қуысына кетіп қалмауын қамтамасыз етеді. Жұмсақ таңдайда тіл доғасы мен жұтқыншақ доғасы арасында байламша бездері орналасқан. Тіл қимылды бұлшықетті мүше. Сырты кілегейлі қабықпен қапталған. Онда жеке талшықтар мен қан тамырлары өтеді. Негізгі қызметі шайнау, дәм сезу және сөйлеу. Негізгі бөліктеріне тіл ұшы, бұл бізде бос орналасқан бөлігі, тіл түбірі, сүйекке бекінетін бөлігі және емізікшелер орналасатын үсті тіл арқасы деп аталады. Тіл емізікшелерінде әртүрлі дәм сезу қызметін атқаратын жіпше, саңырауқұлақ тәрізді, жапырақша және орлы емізікшелер орналасады. Тілдің негізгі қалқанын меншікті еттер құрап орналасады. Тіс ауыз қуысының үстіңгі және астыңғы жақ сүйектердің тіс ұяларында орналасады. Негізгі екі түрі белгілі: сүт тістері және тұрақты тістер. Сүт тістері 6 айдан бастап 2 жасқа дейін толық пайда болады. Олардың негізгі саны 20. Тұрақты тістер 6 жастан бастап 15 жасқа дейін толық ауысады. Олардың негізгі саны 32. Кейде ең соңынан шығатын немесе мүлдем шықпайтын ағыл тістер кездеседі. Тістер атқаратын қызметіне және орналасуына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Жақтың ортасығына жақын екі жұп тістер күрек тістер деп аталады. Олардың негізгі қызметі тағамды үзу және тістеу. Одан кейінгі бір жұп үшкір тістер орналасқан. Олар бізде конус пішінді және тісті бірі ұзын тіске жатады. Одан кейін орналасқан кіші азу тістер екі жұп. Олардың тісті бірі екі қырлы болып келеді. Негізгі тағамды шайнау қызметін атқарады. Ал одан кейінгі үлкен азу тістер. Оларда екі жұп шаршы пішінді болып келеді. Және тісті бірі үш қырлы болып табылады. Олар қатты тағамды шайнау қызметін атқарады. Және одан кейінгі бізде ақыл тісі орналасқан. Ол бізде 17 мен 25 жас аралығында шығатын тістерге жатады. Кейбір адамдарда 30 жаста немесе мүлдем шықпауы мүмкін. Тістің құрылысы. Дентин тісті құрайтын тістің негізгі заты. Оның сыртын эмаль, яғни кіреуке қаптап тұрады. Ол қорғаныш қызметін атқарады. Тістің түбірін қаптайтын бөлігі цемент деп аталады. Тістің түбірінен дентинге созылған бөлігінде жеке талшықтары және қан тамырлары орналасқан. Жалпы тістің орналасатын бұлшықетті бөлік қызыл иек деп аталады. Ауыз қуысында түрлі сөлбелетін сілекей бездері орналасқан. Олар тағамды ылғалдап, құрамдағы птиалин ферменті крахмалды қант қайналдырып отырады. Негізгі үш жұп фермент. Ауыз қуысында түрлі сөлбелетін сілекей бездері орналасқан. Олардың негізгі қызметі тағамды ылғалдап және құрамдағы птиалин ферменті крахмалды қант қайналдырып отырады. Негізгі үш жұп без белгілі. Бірінші без шықшыт безі. Құлақ маңында орналасқан ең ірі безге жатады. Салмағы 30 грамм. Сөлінде ақуызы көп болып табылады.
Одан кейінгі жағасты бездер салмағы 15 грамм жағасты аймағында орналасып, сөлін тіл астына шығарып отырады. Және тіл асты безі салмағы 5 грамм ауыз түбінде көптеген майда өзектер арқылы ашылып отырады. Жалпы ауыз қуысында шашыраңқы майда бездерде орналасады. Жұтқыншақ мойын омыртқаларының алдында ауыз қуысын өңешпен, мұрын қуысын көмеймен байланыстырып отырады. Негізгі 3 бөлікке бөлінеді. Мұрын бөлігі хуана арқылы мұрын қуысына жалғасады. Мұнда евстахий түтіктерінің тесіктері орналасқан. Және ауыз бөлігі ауыз қуысымен жалғасады. Мұнда көмей тесіктері орналасқан. Және көмей бөлігі ары қарай өңешке жалғасады. Жалпы құрылысында көлденең жолақты бұлшықеттері болады. Олар 3 қысқыш еттерден тұрады. Жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Кілегей қабатында лимфа бездері және бадамша бездері орналасқан. Олар қорғаныштық қызметтерін атқарып отырады. Өңеш жұтқыншақты асқазанмен байланыстыратын түтікті бұлшықетті мүше. Орналасуы 4-ші мойын омыртқасынан басталып, 11-ші арқа омыртқасына дейін жалғасады. Нәрестелерде ұзындығы 10-15 см, ересектерде 25 см-ге дейін жетеді. Қабырғасы 3 қабықтан тұрады. Ішкі бөлігі кілегейлі қабықпен астарланған, ол тағамның оңай өтуіне жағдай жасайды. Ортаңғы бөлігі көлденең жолақты және бірыңғай салалы бұлшықеттен тұрады. Ал сыртқы бөлігі дәнекер тінінен қапталған, басқа ағзалармен байланысуын қамтамасыз етеді. Өңештің негізгі 3 тарылған жері орналасады. Бастапқы бөлігінде, орта тұсында және диафрагма өтер тұсында. Егер осы жерлерде тағам тұрып қалатын болса, онда қақалу процесі жүреді. Асқазан ас қорыту жолының ең кең бөлігі, пішіні қапшық тәрізді. Диафрагма астында құрсақтың сол жағында орналасады. Негізгі бөлімдері кіреберіс бөлімі, түбі немесе фундальды бөлігі, денесі және шыға берісі немесе привратник деп атаймыз. Байламдары арқылы диафрагмаға және құрсақ қабырғасына бекінген, қалған бөліктері бос орналасады. Жаңа туған нәрестелерде көлемі 10 мл 700-ға қарай алмұрт тәрізді пішінге енеді. Ересек адамдардағы көлемі орта есеппен 3 литр. Ұзындығы 25-30 см құрайды. Негізгі құрылысы ішкі бетін кілегейлі қабат астарлы орналасады. Бір қабатты эпителийден құралған. Оның негізгі жасушалары пепсин бөледі, қорғаушы жасушалары тұз қышқылын бөледі. Ол бізде асқазан сөлін құрап орналасады. Ол асқазанға түскен тағамның қорытылуын қамтамасыз етеді. Бұлшықетті қабаты 3 бағытта орналасқан: ұзынша, көлденең және қиғаш. Көлденең талшықтары шыға берісте сфинктер түседі. Ол тағамды 12 елшекке айдауын қамтамасыз етеді. Ал сыртқы серозды қабаты асқазанның сыртын қаптап орналасады, одан шажырқай түзіледі. Жалпы асқазанның қызметі тағамдарды қорыту, белоктар, майлар, көмірсуларды жартылай қорытады және микробтарды жою. Тұз қышқылы арқылы ағзаға қажетсіз микробтардан құтылады және жартылай қорытылған тағам аш ішекке өтеді. Ұйқы безі асқазанның астыңғы бөлігінде 12 елшектің иінінде орналасқан ұзынша мүше. Салмағы 70-80 грамм, ұзындығы 20 см. Оның құрылымы ұйқы безінің бастапқы бөлігінен, денесінен және құйрығынан тұрады. Ұйқы безі панкреатин сөлін бөліп шығарады. Бұл сөл 12 елшекке шығатын өзек арқылы түседі және құрамында ас қорыту ферменттері бар. Оның ішінде амилаза көмірсуларды қантқа дейін ыдыратады, липаза майларды глицерин мен май қышқылдарына ыдыратады, трипсин ақуыздарды амин қышқылдарына дейін және нуклеаза нуклеин қышқылдарына дейін ыдыратады. Бұл ферменттер тағамды ішекте толық қорытуға дайындайды. Ұйқы безінің құрамында лангез аралғыштар деп аталатын ерекше жасушалар тобы орналасқан. Олар қандағы глюкоза деңгейін төмендететін инсулин гормонын бөлу арқылы ұйқы безі ішкі секрециялық қызметінде атқара алады. 12 елшек. Аш ішектің алғашқы бөлімі. Ұзындығы шамамен 25-30 см, яғни 12 елідей. Сол себепті осылай аталған. Жоғарғы бөлігі асқазанмен тікелей байланысқан, ал төмен түсетін бөлігі мұнда өт өзегімен ұйқы безі өзегі ашылады, ал жоғары өрлейтін бөлігі аш ішектің келесі бөліміне өткізеді. Негізгі қызметі
асқазаннан түскен асты сілтілендіреді, яғни қышқылдай бейтараптайды. Өт пен ұйқы безі сөлін қабылдап, ас қорыту процесін бастайды және тағамды ары қарай аш-ішекке өткізеді. Аш-ішек ұзындығы 5 метр, 12 шектен кейін жалғасатын жоғарғы бөлігі аш-ішек, ал одан кейінгі жіңішкерген бөлігі мықын ішек деп аталады. Шажырқай арқылы құрсақ қуысына бекінген, құрамында қан тамырлары, жүйкелер, лимфа түйіндері орналасқан. Негізгі 3 қабаттан тұрады. Сыртқы серозды қабаты сыртынан қапталып, шажырқайға жалғасады. Ал бұлшықетті қабатында бойлық және сақиналық талшықтар орналасқан. Ол ішектің толқындық қозғалысын, яғни перистальтиканы қамтамасыз етеді. Кілегейлі қабатында көлденең қатпарлар орналасқан. Олар сіңіру бетін 5 есе үлкейтеді және сіңіру бірлері орналасқан. Ол қоректі заттарды сіңіреді. Қорытылған астың белоктары мен көмірсулары қанға, майлары лимфаға сіңіріледі. Бірлердің арасында крипталар орналасқан. Ол ішек сөлін бөліп тұрады. Аш және мықын ішектерде лимфалық фолликулалар орналасқан. Ол қорғаныш қызметін атқарады. Ас қорыту жүйесінің соңғы бөлімі тоқ ішек. Ұзындығы 2,5 метр. Бастапқы бөлімінде диаметрі 8 см болса, соңына қарай 4-5 см-ге дейін жіңішкереді. Негізгі қызметі қорытылмаған қалдықты жылжыту, суды сіңіру және нәжіс қалыптастыру. Бастапқы бөлімі соқыр ішек деп аталады. Оның астыңғы бөлімінде құрт тәрізді өсіндісі аппендикс орналасқан. Ол ас қорытуға қатыспайды, бірақ егер қабынса, аппендицит ауруын туғызуы мүмкін. Тоқ ішектің жоғары көтерілетін бөлімі өлем ішек, құрсақ қуысында көлденең кесіп өтетін бөлімі көлденең ішек және сол жақтан төмен түсетін бөлімі төмендейтін ішек деп аталады. Және пішіні гректің сигма әрпіне ұқсас соңғы бөлімі сигма тәрізді ішек орналасқан. Бұл жерде нәжіс түзіледі. Кейін ол тік ішекпен жалғасып сыртқа шығады. Тік ішекте ерлерде қуық-асты безі, әйелдерде жатырмен шектесіп орналасады. Келесі бізде тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесі дегеніміз ағза мен сыртқы орта арасындағы газ алмасу процесін қамтамасыз ететін тыныс алу жолдарының жиынтығы. Дәл осы газ алмасу процесі арқылы ағза сыртқы ортамен байланыста болады, яғни оттегіні қабылдап, көмірқышқыл газын сыртқа шығарады. Бұл процесті кеуде қуысында орналасқан өкпе жүзеге асырады. Тыныс алу жүйесі үлкен және кіші қан айналым шеңберлері арқылы ағзаның барлық мүшелеріне әсер етіп отырады. Жалпы ересек адамда қалыпты күйінде дем алғанда өкпеге 300-500 мл ауа кіреді. 1 минутта өкпе 16-18 рет қозғалады. Осы қозғалыс кезінде 6-7 литр ауа өткізеді. Адамның ауа мөлшерінің сыйымдылығы салмағына және бойына байланысты болады. Бой мен салмақ неғұрлым көп болған сайын, ауаны да сол ғұрлым көп мөлшерде қажет етіп отырады. Тыныс алу жолдарының мүшелерін қызметіне қарай екі үлкен топқа бөлеміз. Біріншісі ауаны сыртқы ортадан ішке қарай қабылдайтын, одан кейін екіншісі іштен сыртқы қарай қозғалатын тыныс алу жолдарының ағзалары. Оның біріншісіне мұрын қуысы жатады, одан кейін көмей, кейін кеңірдек пен бронхтар. Ал керісінше дем шығаратын, яғни түскен газдарды алмастыратын мүше өкпе немесе альвеолалар деп атаймыз. Ол кеуде қуысында орналасқан негізгі газ алмасуды жүзеге асырады. Енді ауаның ағзада өту жолына келетін болсақ, ең алғаш ауа сыртқы ортадан мұрын қуысына енеді. Мұрын қуысы сүйек пен шеміршектен тұрады және оның ішкі бөлігі шырышты қабықпен астарланған. Ол бізде эпителий ұлпасынан тұрады. Онда арнайы түктер орналасқан. Ол сыртқы ортадан келетін шаң тозаңды ұстап қалатын қызмет атқарады. Мұрын қуысы жоғарғы, төменгі және екі бүйір қабырғалардан тұрады. Және оның ішкі бөлігі перде арқылы бөлініп отырады. Мұрынның негізгі қызметі ауаны жылыту, ылғалдау және тазарту. Мұрында көптеген қан тамырлары орналасқан. Мұрын сол қан тамырларынан аққан ауаны үнемі жылытып отырады. Мұрынның жоғарғы жағында арнайы рецепторлар орналасқан. Сол арқылы иіс сезу қызметін қамтамасыз етеді. Мұрын қуысына көз жасы түтігі ашылып, мұрынның шырышты қабатын үнемі ылғалдап отырады. Мұрын қуысы жалпы алғанда маңдай,
тор сүйегі, сына сүйегі және жоғарғы жақ сүйектермен байланысқан. Көмекей мойынның алдыңғы жағында орналасқан. Оның құрылымы бірнеше шеміршектерден және бұлшықеттерден құралған, яғни соның ішінде қақпақша шеміршегі, қалқанша шеміршегі, оймақ тәрізді шеміршек және артқы бөлігінде қос мүйізші тәрізді шеміршектер орналасқан. Қалқанша шеміршегі ең ірісі болып табылады. Оның алдыңғы бөлігі ер адамдарда шығыңқы болып көрініп тұрады. Ал қақпақша шеміршегі тағамдардың тыныс жолына түсіп кетпеуін қамтамасыз етіп отырады. Бұлшықеттер жұтыну, тыныс алу және сөйлеу қызметін атқарып отырады. Көмей қуысы негізгі 3 бөліктен құралған. Жоғарғы бөлігі күреберіс бөлігі, яғни бұл осы қақпақша шеміршегінен құралған. Ол жұтынған кезде қақпақша жабылып тұрады. Ортаңғы бөлігінде дыбыс сіңірлері орналасқан. Ол тартылғанда немесе бос тұрған кезде дыбыс биіктігін өзгертіп отырады. Ал төменгі бөлігі әрі қарай кеңірдекпен жалғастырып отырады. Кеңірдек ұзындығы 9-15 см болатын түтікше тәрізді мүше. Ол шамамен 20 шақты жартылай сақиналы шеміршектерден құралған. Және бұл сақиналар бір-бірімен сіңір байландар арқылы байланысып тұрады. Сол арқылы кеңірдек қапсып қалмай, ауаның еркін қозғалуын қамтамасыз етеді. Оның алдыңғы жағы қатты, ал артқы жағы өңешпен байланысатындықтан жұмсақ болып келеді. Оның ішкі бөлігі эпителий ұлпасынан құралған, сондықтан шырыштық затқа бай болып келеді. Сол арқылы шаң тозаңнан тазарту қызметіне атқарады. Шамамен 4-5 көкірек омыртқасы тұсында сол жақ және оң жақ бронхтарға бөлінеді. Бронхтардың оң жағы қысқа әрі жуан, ал сол жағы ұзын әрі жіңішке болып келеді. Оң жағы 3 бөлікке, сол жағы 2 бөлікке тармақталады. Бронхтар ұсақтала келе бронхиолаларға, одан әрі альвеолаларға жалғасады. Өкпе кеуде қуысында орналасқан конус пішінді мүше. Бізде оң өкпеміз 3 бөліктен, сол өкпеміз 2 бөліктен тұрады. Өкпенің ұшы бұғана тұсында диафрагмамен байланысып орналасқан. Өкпеде шамамен 350 миллион альвеолалар бар. Альвеолалар дегеніміз қабырғасы өте жұқа көпіршіктер. Оның сыртын қылтамырлар торлаған. Өкпеде ағзаның негізгі газ алмасу процесі жүреді. Яғни қаннан альвеолаға көмірқышқыл газы, альвеолдан қанға оттегі өтеді. Қанға өткен оттегі үлкен қан айналым шеңбері арқылы барлық ағзаға таралады. Өкпенің сыйымдылығы ересек адамдарда терең тыныста 4500-5000 см3 құраса, ал өкпеде қалатын қалдық ауа шамамен 3500 см3 құрайды. Өкпенің сырты 2 қабықшамен қапталған. Сыртқы қабаты висцеральды қабат, ал ішкі қабаты перитальды қабат. Оның арасында плевра қуысы орналасқан. Онда аздаған сұйықтық болады. Ол сұйықтық тыныс алу кезіндегі үйкелісті азайтып отыратын қасиетке ие. Зәр шығару жүйесі ағзаның артық суды, тұздарды және зат алмасудан пайда болған қалдықтарды, қажетсіз заттарды сыртқа шығаратын жүйе. Ағзаның қан сүзу және зәр түзу қызметін атқарады. Зәр шығару жүйесіне бүйрек, несебағар, қуық және зәр шығарушы түстік жатады. Олардың әрқайсының өзіне тән атқаратын қызметі бар. Бүйрек құрсақ қуысында, жоғарғы бел омыртқалар тұсында бір-біріне бас жақтарымен жақын орналасқан мүше. Оң бүйрек сол бүйрекке қарағанда 1-2 см төмен тұрады. Арт жағынан көкетке, астыңғы жағынан тоқішектің бөліктерімен шектеседі. Әйелдер мен нәрестелерде бүйрек төменірек орналасқан. Бүйректің пішіні бұршақ тәрізді. Ұзындығы шамамен 12 см, ені 6 см, салмағы 20 грамды құрайды. Бүйректің сырты тығыз нефрозды қабатпен қапталған.
ересектерде беті тегіс, нәрестелерде сәл бұдырлы болып келеді. Ішкі жағында бүйрек қақпасы орналасып, сол арқылы артерия, вена және несеп ағары өтеді. Бүйректің үстіңгі бөлігінде эндокринді без, бүйрек үсті безі орналасқан. Бүйректің құрылымы қыртысты заттан тұрады және ішкі ми қабатынан тұрады. Бүйректің ең кіші құрылымдық бірлігі нефрон деп аталады. Адам бүйрегі 1-2 миллион нефроннан құралған. Ең алғашында бүйрек артериясынан келген қан бүйректің қыртысты бөлігінде сүзіледі. Соның нәтижесінде алғашқы зәр пайда болады. Бұл процесті фильтрация процесі деп атаймыз. Кейін бүйрек пирамидаларында зәрдегі ағзаға қажетті заттар қайтадан қанға сіңіріледі. Кейін бұл қан бүйрек венасы арқылы ағзаға барады. Бұл реабсорбция процесі деп атаймыз. Кейін бүйрек пирамидаларында қажетсіз ағзаға зиян заттар бөлініп тұрады. Бұл бөлінген зәр бүйрек пирамидаларының бүйіріндегі кіші тостағаншаларға өтеді. Әр кіші тостағанша бір немесе бірнеше бүйректен зәр қабылдайды. Кейін олар бірігіп үлкен тостағаншаға құяды. Үлкен тостағаншалар бірігіп бүйрек астаушасын құрайды. Ол несеп ағар арқылы зәрді төмен түсіреді. Несеп ағар зәрдің бүйректен қуыққа өтуін қамтамасыз ететін түтікше. Әр бүйректен бір несеп ағар шығып, 2 несеп ағарды құрайды, яғни оң және сол. Ұзындығы шамамен 25-30 см, диаметрі 3-4 метр. 3 қабаттан құралған: кілегейлі, бұлшықетті және сырық қабаттар. Бұлшықетті қабаты сырты сақиналы, ішкі ұзын түтікті бұлшықеттерден құралады. Сол бұлшықеттердің жиырылуы нәтижесінде зәр бүйректен қуыққа оңай өтеді. Сыртқы қабаты дәнекер ұлпасымен қапталған. Соның арқасында басқа мүшелермен оңай байланысып, қуыс мүшелерде орнын бекітіп тұрады. Қуық несеп ағардан келген зәрді уақытша жинайтын мүше. Сыйымдылығы орта есеппен 700 мл. Ол да кілегейлі, бұлшықетті және дәнекер тінді қабаттардан тұрады. Бірақ бұлшықет ұлпасы жақсы жетілген, созылуға бейім болып келеді. Зәр шығару өзегі ер адамдарда 18-20 см аралығын құрайды. Яғни әйелдерге қарағанда едәуір ұзынырақ. Бізде оның өту жолы қуықтан бастау алып, одан кейін простата, яғни қуық асты безінен өтеді. Бұны простатикалық бөлік деп атайды. Одан кейін пенис, яғни жыныс мүшесі арқылы өтеді. Бұны губкалы немесе спонгиозды бөлік деп атайды. Одан кейінгі соңғы бізде зәрдің сыртқа шығатын бөлімі жыныс мүшесінің ұшында орналасады. Осы өзек арқылы зәр сыртқа шығады. Бізде зәр шығару өзегі ер адамдарда 2 түрлі қызмет атқарады. Біріншісі зәр шығару, екіншісі шәуетті, яғни сперматозоид шығару қызметін атқарады. Әйел адамның жыныс жүйесі ішкі жыныс мүшелерден және сыртқы жыныс мүшелерден тұрады. Ішкі жыныс мүшелерге бірінші бізде аналық безі жатады, немесе жұмыртқалық деп атаймыз. Пішіні бадамша пішіндес, ұзындығы 3-4 см. Сырты ақ қабықпен қапталған, ортаңғы бөлігі қыртысты, ішкі бөлігі ми бөлігі деп аталады. Онда қан тамырлары және жүйкелер өтеді. Негізгі 2 қызмет атқарады: гаметогенез, жұмыртқа жасушаларын түсу, және гормон бөлу. Эстроген гормоны әйелдің екінші жыныстық белгілерін қалыптастырады, яғни көкірек, жамбас пішіні, етек-кір циклы немесе дауыстың өзгеруі деген сияқты. Және прогестерон гормоны ұрықтанған жұмыртқаның жатырға бекінуін және жүктілікті сақтайды. Одан кейінгі бізде жұмыртқа жолы, немесе фаллопий түтігі, немесе жатыр түтігі деп те атаймыз. Ұзындығы 12 см, 4 бөлімнен тұрады: шұңқырша бөлігі, кеңейген бөлігі, тар бөлігі және жатырға жақын бөлігі. Негізгі қызметі ұрықтану процесі осы жерде жүреді және ұрықтанған жұмыртқаны жатырға жеткізетін қызмет атқарады.
Одан кейінгі бізде жатыр. Бізде алмұрт пішінді қуыс мүше, оның ұзындығы шамамен 7-8 сантиметрді құрайды. Оның денесінен және қынапқа өтетін бөлігі мойыннан тұрады. Негізгі 3 қабырғамен қапталған, ең ішкі шырышты қабығы етек кіркесінде түлеп түсіп отыратын эндометрий және ортаңғы бұлшықет қабаты босану кезінде жиырылатын миометрий және сыртын қаптайтын периметрия сыртқы қабаты. Оның қызметі эмбрионның даму орны болып табылады және босану кезінде оның бұлшықет қабырғалары жиырылып баланы сыртқа шығарады. Одан кейінгі бізде қынап. Ұзындығы шамамен 7-10 сантиметрді құрайды. Ол бұлшықетті, шырышты және дәнекер ұлпасынан түсірілген қабаттардан тұрады. Оның қызметі етек кірік қаны осы қынап арқылы өтеді және босану жолының бір бөлігі болып табылады. Одан кейін бізде сыртқы жыныс мүшелері. Бізде жыныс еріндерінен тұрады. Және жыныс еріндерінің түйіскен жері клитор деп аталады. Ол жүйке ұштарына бай, өте сезімтал мүше болып табылады. Ал жыныс еріндері тері қатпарлары мен ішкі мүшелерді қорғап орналасатын бұлшықетті мүше болып табылады. Ер адамның жыныс жүйесі сперматозоид түсу және оны ұрықтануға жеткізу қызметін атқарады. Ол да ішкі және сыртқы жыныс мүшелерден тұрады. Ішкі жыныс мүшеге бізде аталық без жатады. Ол омада орналасқан, оның арнайы ұрық түсетін иірім өзекшелері болады. Оның негізгі 2 қызметі бар: сперматогенез, аталық жыныс жасушасы, яғни сперматозоидты түсу, және тестостерон гормонын бөлу. Ол бізде еркектік белгілер мен жыныстық белсенділікті қалыптастырады. Одан кейінгі бізде шәует шығару түтігі. Ұзынан созылып жатқан түтік болып табылады. Оның ұзындығы шамамен 40-50 сантиметрді құрайды. Оның негізгі қызметі осы аталық без бен қосымша бездерді бір-бірімен байланыстыру болып табылады. Яғни осы аталық безден түсірілетін сперматозоидтарды қосымша бездерге жеткізіп орналасады. Оған мысалы шәует көпіршіктері немесе қуық асты безін жатқызамыз. Одан кейінгі бізде сыртқы жыныс мүшелері, яғни оған мошонканы жатқызуға болады. Яғни ол ұма аталық бездің сыртын қоршап орналасады, тері мен бұлшықет қабынан тұрады. Ол жаңағы аталық бездерді қорғау және температураны төмен ұстау қызметін атқарады. Өйткені сперма қалыпты түсіру үшін төменгі температура маңызды болып табылады. Және одан кейінгі бізде негізгі жыныс мүшесі ол 3 кавернозды денеден тұрады. Ішінде зәр шығару өзегі болады. Ол негізгі шәует пен зәрді сыртқа шығару және жыныстық қатынас кезінде ұрық жіберу қызметін атқарады.